көріңіздер және де хабардар болыңыздар. Сәлемдер қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. 4 миллионға жуық азамат скрининнен тегін өтеді. Асхат Аймағамбетов. Мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетов Астана телеарнасында Шындық лайв бағдарламасына сұхбат беріп, денсаулық туралы кодекске енгізіліп жатқан маңызды түзету жайлы айтты. Енді мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру арқылы қамтамасыз етілген 4 миллионға жуық қазақстандық онкологиялық ауруларды ерте кезінде анықтауға арналған тегін скрининнен өте алады. Бұл қатерлі ісік соңғы сатыларында анықталатын мыңдаған адам үшін маңызды. Сонымен қатар депутат үкіметтің денсаулық сақтау саласына бөлінетін қаражатты қысқартуды жоспарлағанын жеткізді. Онкологиялық ауруға шалдыққан науқастарды емдеуге жұмсалатын қаражаты 20 миллион теңгеге, онкометологияға кететін қаражаты 5 миллиард теңгеге, гемодиализге жұмсалатын қаражаты 7 миллиард теңгеге, хосписке кететін қаражаты 4 миллиард теңгеге астам сомаға қысқарту жоспарланған. Депутат мыңдаған қазақстандықтардың құқығын қорғап, бұл қаражаттардың бюджетте сақталуын талап еткен. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.